Неге кейбір көлдер кенеттен жоғалып кетеді? Картада көл бар. Адамдар шомылады, балық аулайды, бірақ біраз жылдан өткеннен кейін ол көл жоқ. Себебі кейбір аймақтарда жер асты қуыстары өте көп болады. Су жиналады да төменде бос кеңістік пайда болады. Бір сәтте жер шыдамаған соң су астыға ағып кетеді. Ал бір қызығы, кейбір көлдер бірнеше жылдан кейін қайта пайда болады екен. Жаңбыр, қардың суынан толтырылғаннан кейін сол орын қайта толтырылады екен. Ерте замандағы адамдар бұл жайлы түсінбеген. Көлдер жоқ болып кеткен кезде жер оны жұтып қойды деп түсінген болатын, және де осы жайлы көптеген аңыздар пайда болған. Ал шын мәнінде бұл табиғаттың баяу, тұрақты қозғалысы. Және де бұл көзге көрінбейтін процестердің нәтижесі.